Саламатсыздар ма оқушылар? Математика пәнінен бірінші 90-ға арналған 90-дық жиынтық бағалау тапсырмаларын талдайтын боламыз. Бірінші тапсырмаға қараңыздар. Кестеге құрамы бойынша сандарды жаз дейді. Екінші кластың 38 бірлігі және бірінші кластың 617 бірлігінен тұратын санды жазуымыз керек. Мына жерде қараңыздар. Кесте берілген. Осы кестеге жазамыз. Екінші кластың 38 бірлігі, яғни мыңдар класы жазамыз 38. Және бірінші кластың 617 бірлігі. Сонда бізде 38617 деген сан шықты. Б-сын қараймыз. 5-ші разрядтың 3 бірлігі, 4-ші разрядтың 9 бірлігі және 1-ші разрядтың 5 бірлігінен тұратын санды жаз. 5-ші разрядтың 3 бірлігі, және 4-ші разрядтың 9 бірлігі. Бірінші разрядтың 5 бірлігінен тұратын санды жаз. Бірінші разрядтың 5 бірлігі. Сонда 39005 деген сан шықты. Кіші санды анықтап, ондыққа дейін дөңгелектеп жаз. Бізде кіші сан бұл жерде 38617. Ондыққа дейін дөңгелектейміз. Әуелі санды жазып алайық. 38617. Ондыққа дейін дөңгелектесек 38620 болады. Осылай жазып қоямыз. Екінші тапсырмаға қараңыздар. Шамаларды өрнекте. 36 тонна 4 килограмм. 36 тонна 4 килограмм. Килограммға айналдырып жазамыз. 36004 килограмм болады. Жиырма 6 метр квадрат 260 мың сантиметр квадрат болады. Тоғыз мың 215 метр. 9 километр 215 метр. Бөлеміз. 480 мыңды бөлеміз мыңға. 480 мыңды мыңға бөлеміз. 480 қалады. 925 мың 305-ті бөлеміз 100-ге. 9253 және 5 қалдық қалады. Төртінші тапсырма есепті шығар. Автокөлік бірінші күні 105 км сағат жылдамдықпен 3 сағат, ал екінші күні 90 км сағат жылдамдықпен 6 сағат жүрді. Ол екі күнде барлығы қанша километр жол жүрді? Берілгенін жазайық. Бірінші күні 105 км сағат жылдамдықпен 3 сағат жүрді дейді. В1 деп жазайық.
Ал екінші күні 90 км/сағат жылдамдықпен 6 сағат жол жүрді. Екі күнде барлығы қанша километр жол жүрді? Ара қашықтықты табуымыз керек. Әуелі S1-ді табамыз, сосын S2-ні, одан кейін екеуін бір-біріне қосамыз. Шешуі. S-ті табу үшін жылдамдықты уақытқа көбейтеміз. S1-ді табу үшін V1-ді T1-ге көбейтеміз. S2-ні табу үшін V2-ні көбейтеміз T2-ге. Жалпы S-ті табу үшін S1-ді қосамыз S2-ге. Енді орнына қояйық. Алдын S1-ді табамыз. 105 км/сағатты 105 км/сағатты көбейтеміз 3 сағатқа. Үш жүз 15 км деп жазамыз. S2-ні табу үшін 90 км/сағатты көбейтеміз 6 сағатқа. 540 км деп жазамыз. Жалпы S-ті табу үшін 315 км-ді қосамыз 540 км-ге. Сегіз жүз 55 км. Жауабын жазасыздар. Автокөлік 2 күнде 855 км жол жүрді. 5-ші тапсырма есепті шығар. Ұзындығы 9 метр, ені 5 метр, биіктігі 3 метр болатын бөлменің көлемін есептеп тап. Жалпы көлемді табу үшін 3 өлшемді бір-біріне көбейтуіміз керек. Көлемді үлкені V әрпімен белгілейміз. A-ны көбейтеміз B-ға, көбейтеміз C-ға. A бізде 9 метр болсын. A 9 метр. B 5 метр. С 3 метр болсын. Енді V-ны табамыз. 9-ды көбейтеміз 5 метрге, көбейтеміз 3 метрге. 135 метр куб. Осылай жазамыз.